Әр адамның өмір сүруге деген құлшынысы кеміп, бүкіл жолы жабылып, түңілердей болады. Өзін ешкімге керек еместей сезінгеннен өткен азап бар ма? Үйіндегі жылдыраған заттың бәрін сатып жіберген. Содан күнделікті нан суын тауып іше алмайтындай төменге түсіп, шың басынан шыңырау қызға құлдырап, түпте мас күйде бұлдырап жатқанда көзіне кереует астындағы ескі қобдиша түсті. Әй, мынау менің бір кездегі қобдишам емес пе? Осының ішінде не бар екен сатуға тұратын? Бір зат табылса, жақсы деп жорғалап барып, кереует астына қолын созып, шаң басып, мыңғабат сүмелекпен баттасқан көне қобдишаны суырып алып, ішін ақтыра бастады. Жөнде ештеңе шықпайды. Қисық шеге, сабы жоқ балға, кәкір шүкір. Тек қынабында жатып тот басқан пышақ қана назарын аудара берді. Мынаны тазартып, қайрап алсам, сонда бір жаратылыққа жететіндей пұл құрар, деп таттан жүзі көрінбей қалған кездікті шеңіне сүртті. Одан қайрақ іздеді. Қобдишаның түбінен сынық қайрақ тауып болды. Пышақты соған қайрады. Одан сыртқа шығып, құммен тазалады. Есігінің алдындағы тасқа жаныды. Қайтадан қайраққа салды. Біраз терін төкті. Әбден таттанып, пышақ екені білінбей, қала жаздаған дүниенің пішіне шыға бастады. Не керек, өзі де бұрынғы бесаспап шебер емес пе? Пышақты татынан арылтқанша бірнеше күн қайрады. Жүзі жарқырап, өзі сондай үшкір, жүзі қылпып тұрған өткір пышаққа айналған күні, өзісіне көңілі толған бейбақ, енді ұсқының кірді. Сені сатып алатын адам табылатынына сенімдімін. Мынадай өткір пышаққа бір шөлмек емес, бір жәшік ара қалатын шығармын деп ойлады. Ол сөйтіп тұрғанда көршісі жетіп келді. Көрші, сенің мал соятын өнерің бар еді ғой. Құрбан айт кезі бір үлкен мал әкелгенмін. Соятын қасапшы таппай отырмын. Көмектесіп жіберсейші. Мә, қолыңда керемет кездікте тұр ғой. Біздің үйде не көп пышақ көп, бірақ мынадай алмас емес, деп бұны қояр да қоймастан ауласына барды. Аз уақыттың ішінде малды сойып, мүшелеп берді. Көршісінен алғыс алды. Үйінде қонақ болды. Дастархан басында мұның шебер мал союшы екенін естігендер айттың қалған 2 күніне өздеріне шақырып пышағын әбден сынады. Әрі ең жақсы іске жұмсады. Адамдар алғыспен қоса қалтасына ақша салды. Құрбандыққа шалған малдың етінен де бөліп берді. Аз күннің ішінде үй ішінің әл-ауқаты оңалып, өзгеріп қала берді. Содан бұрынғы шебер пышағын ұстап отырып ойланды. Сен ғой тот басқан пәлен жылдан бері аяқ асты жаттың. Мен сені іздемедім, мен бүліндім. Сені басқан тот мені де оңдырмай басты. Жүрегім қарайды. Бары жақсы қасиетімен айырылдым. Білген өнерімде ұмытыла бастады. Сені қалай тауып алып, таттан тазарттым. Сол сәттен бастап сен пайдаға астың. Адамдарға көп пайдаң тиді. Сенің арқаңда мен де жұрттан жақсы сөздер естідім. Мен түсіндім. Мен де тап сен сияқты іші сыртымдағы таттан тазалануым керек екен. Деп адам дұрыс жолға қайтып оралды. Көп уақыт өтпей тұрмысы түзелді. Байыды. Ел жұрт оны сыйлайтын, құрметтейтін болды.